87-ші сабақ 10 жаттығу өлеңді түсініп оқы. Шағала көлін қорғайды, шопан төлін қорғайды, екінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Өтебай Тұрманжанов. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сұрақ қоятын болсақ, шағала нені қорғайды? Төлін қорғайтын кім? Жерін қорғайтын кім? Елін қорғайтын кім деп, немесе тағы да кім төлін қорғайды деп осылай сұрақтар қойсаңыздар болады. Енді қарамен жазылған сөздер бізде шағала, шопан, екінші батыр деген сөздер. Оларға сұрақ қоятын болсақ, шағала не деген сұраққа жауап береді, шопан кім деген сұраққа жауап береді, екінші кім деген сұраққа жауап береді, және батыр ол да кім деген сұраққа жауап береді. Енді қараңыздар, мынаны есте сақтап алыңыздар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деген сұрақтар қойылады. Ал бұл жерде шағала деген ол құс білеміз, иә? Сондықтан оған не деген сұраққа жауап беріп тұр. Ал мына жерде шопан, екінші батыр деген ол адамдар. Сол себепті оларға кім деген сұрақтар қойылып тұр. Мінекей 87-ші жаттығу осылай орындалады. 87-ші сабақтың 10-шы жаттығуы. 11-ші жаттығу кестені толтыр. Кім, не, кімдер, нелер. Жаңа өтіп кеткенде кім деген адамға қатысты сұрақтар, не затқа, жануарға қатысты сұрақтарға жауап береді. Енді осыны толтырайық мына жерде. Мына жерде сөздер берілген, астына кестеге жазып шығамыз. Ең бірінші бізде алма. Алма деген ол не деген сұраққа жауап береді. Лақ бұл жануар, ол да не деген сұраққа жауап береді. Қалалар, ол нелер, қалалар. Қариялар, олар адамдар, ол кімдер, қариялар. Бала, кім, бала. Ойыншықтар, нелер, ойыншықтар. Сәби, кім, сәби. Мұғалімдер, кімдер, мұғалімдер. Мінекей мына жерге жазып шықтым, яғни кім деген сұраққа жауап береді, бала, сәби, не деген сұраққа жауап береді, алма, лақ, кімдер деген сұраққа жауап береді, қариялар, мұғалімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін, қалалар, ойыншықтар. Екінші жаттығу өлеңді рөлге бөліп оқыңдар. Өмірде ата кім мықты, айтқан адам шындықты, қасиет неде адамдық, ізет мейірім адалдық. Өмірде не ең жаман, сақтай алмау елді аман. Серікбай Оспанұлы зат есімдерді атап, оларға сұрақ қой дейді. Бұл жерде зат есім ата деген, кім деген сұраққа жауап береді, және адам деген сөз, ол да кім деген сұраққа жауап береді. Және қасиет, ізет, мейірім, адалдық деген бұлар не деген сұраққа жауап береді. Бұл не? Ол қасиет, ол адамдық, ол мейірім, ол ізет. Және 13-ші жаттығу саған кім болады дейді. Мынау үштіктен орына біз тиісті сөздерді қоюымыз керек. Тапқан сөздердің зат есім екенін дәлелде дейді. Әкеңнің әкесі ол ата, әкеңнің анасы ол әже болып табылады. Анаңның әкесі ол бізде нағашы ата, ал анаңның анасы нағашы әже болады. Өзіңнен кіші қыз болса, егер де сен ұл болсаң, өзіңнен кіші қыз болса, онда ол қарындас болады. Ал егер де сен қыз болсаң, өзіңнен кіші қыз болса, онда ол сіңілі болады. Және өзіңнен кіші ұл болса, ол іні болады. Бұлардың барлығы зат есім. Зат есім екен дәлелде дейді, себебі бұлар адамдар кім деген сұраққа жауап береді. Сол себепті бұлар зат есім болып табылады.